Range Rover 4x4 Jaguar мотор. Егесі 10 жылдай болыпты айдап жүргеніне. Сатқысы жоқ машина. Онаған нағасы парасын шешіп отырмыз. Қазір тұмсығын шашамыз. Фишкасын бүйтіп шығар былай. Аккуратно бүйтіп жерге қойып қой. Қазір тұмсығын шашамыз. Клапан регулировкаға келді. Клапан регулировка жасаймыз. Заодно маслактарын ауыстырамыз. Клапанный сальник. Айтайын дегенім, ана біз Range Rover'де дегенде тауда жүрген кезде түсіреміз мақтап. Сөйтсем біреулер комментарий жазады, самый надежный Toyota дейді. Енді может біреуге ол Toyota бір соншалықты бір машина шығар енді. Предел мечтаний. Басқа машиналар да бар ғой. Енді Range Rover'де әрине авторитетін түсірген машиналар бар. Ол дегенде Pegasus дегені бар, P38 дегені. Вот солардың электроникасы действительно проблемный болған. Одан кейін 2000-нан 2005-ге дейін шыққан BMW-ның моторлары авторитетін түсіріп тастады. Ол мотор жағынан авторитетін түсірді. Мына 2005-тен жоғары қарай Jaguar моторлар қайттан авторитетін көтеріп тастады. Сондықтан машина таңдау білейік та. Мына Jaguar мотормен жүргендер, машина осы Range Rover'де жүргендер, мына 322-320-да жүрген кузовтарда немеда бұл Jaguar мотор мақтауға лайық машинада. Енді біреулерге Toyota ұнамайтын мысалыға. Жалпы японский машина ұнамайтындар адамдар бар ғой? Жоқ емес. Соқсақты енді біреу японс машина мінгісі келмейтін адам өзінің немез дейді, ұнаған машинасы дейді. Кейбіреулерге Range Rover ұнайды. Енді Range Rover'де бар нәрсе қасиет, ол Toyota'да мүлде жоқ қой. Мына дополнительный вакуумный электронасос тұр. Тормозға тұр мына шлангымен, клапанмен вакуумға кеткен. Экстренный тормоз басқан кезінде, анау вакуумың недостаточный вакуум создавать етіп тұрса, мынау компьютер арқылы қосып жібереді, тормозың жабысады ғой, короче. Мына машинада егесі айтып отыр, мал шықпаған кезде тормоз бастым дейді, короче. Үлгердім дейді тоқтатуға машинаны. Мынандай ап-ауыр 2,5 тонна машинаны жабыстырып тастаған ғой, міне. Сондай қасиеттерін айта берсең, ол көп қой Range Rover'да. Енді мынау безрамный 322 кузов, L320 ол рамный спорт. Енді кімге не ұнайды? Сондықтан мысалы Range Rover'ды мақтап түсіреміз ба? Значит, сол машинаның фанатымыз. Значит, бізге Toyota ұнамайды мысалыға. Toyota ұнамағаннан кейін, ол Toyota'ны мінбейміз да мысалыға. Сондықтан әркімнің өзінің ұнаған машинасын мінеді. Сол ұнаған машинасын рекламировать етеді. Алыс жолда шаршатпайды. Қасиеті көп қайта берсең Range Rover'дің. Сондықтан бұл және джиптердің ішіндегі королевский отдых қой бұл айтқанда. Ана екі жұмыртқан рахмет айтып беріп отырады да. Рахмет саған машина таңдау білет екенсіз деп айтады да. Сондықтан ол біреулер Range Rover алса, ойбай, жаман машина алдың, анау бұзыла береді, сына береді. Я, олар болған арасында, бірақ бәрі емес. Toyota'да да бар неудачный моторлар, удачный кузов бар, неудачный кузов бар дегенде ғой. Тура соқсақты бұл любой машинада. BMW-да да сол, удачный мотор бар, неудачный мотор бар. Range Rover'де де тура солай, удачный, неудачный мотор бар. И японцтерде де тура солай, удачный, неудачный. Уақытында жақсы жасалған мотор бар, жаман жасалған моторлар бар. Экспериментальный моторлар болады. Шығарып көрейік, осыны көрейік дегендей. Ол бір жерде дұрыс болмаса, соны ары қарай доработать етеді. Сондықтан әркім өзінің ұнаған машинасын мінеді, ұнаған машинасын мақтайды.